Енді мен айттым, ана ол флешкаға жырлай білмеймін, анысы теге орыс айтқан как пить дать, анысын жырлай білмеймін. Шоңа көре малай бош болғаш, олым әйде барып жырлап қайтек, әлі Алик абайың кірәшін бәлі шашарға шақырды дейіп. Мен аны ишеттім манзарадан да, ол оказывается кірәшін винегреті болған екен. Мында қай ол кірәшін гіне винегреті болмады, бұл мишәрілік кірәшінні винегрет болып шыққан. Сондан Аликқа айтам, нешіксің, винегретқа шақырасың? Білмейм әлі ойлап қарарбыз, бек салетный да жүріп та кейті қай вақытта. Қарарбыз әлі, анда қарарбыз дей. Шетті қарап тұра тұрғандар енді. Шоңа көре рахмет шақырды, мен бір сөзсіз келдім. Біз әлі бүгін буш, не үшін дейсәгіз? Буш түгіл екен, бүгін әлі күндізі спектакль болды Махаббат турында. Махаббат FM деген. Біздікілер шет елде, фестивальда, гастрольда. Шоңа көре біздің бір-екі күні біз енді Алик біле қатнашмағаш, буш болғаш, келерге болдық. Енді мен әлі енді тез жырларда жырламам, бұрынғы жырлармын. Ол да болса бірсе композитор Рүстәм Яхиннің Ахмет Ерекей шиғырына жырлана тұрған жыры «Жилләр исе» деп атала. Жилләр исе, жилләр исе, сизем жилләр искәнен, жил искәнен, сизген кебек, сизем гомрем үткән. Искәнен, сизген кебек, сизем гомрем үткәнен. Жилләр исе, жилләр исе, тәрәзәләргә ширетеп, төнге йокымнан уятып, йөрәгемне җилкетеп, төнге йокымнан уятып, йөрәгемне җилкетеп. Жилләр, жилләр, сез мин үскән җирләрдә йөрдегезме? Әллә минем яшьлегемнән хәбәр китердегезме? Әллә минем яшьлегемнән хәбәр китердегезме? Зор рахмет.